Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аржан, және де бүгінгі видео менің iPhone 14 Pro'мда не бар деп аталады. Өздеріңіз білетіндей, жақында осы iPhone 14 Pro'ны алған болатынмын. Өздеріңіз куә болдыңыздар деуге болады. Примерно 2 жылдан кейін вроде қайтадан менің iPhone'да не бар деген видео. Екінші часть деп па. Немді қосып қояйын запись экранына. И былай жылжиын кішкене, чтобы бұнда экранымды қойып қою үшін. Негізінде мен главный экраннан бастағым келген, бірақ та главный экранда көп уақыт тұрмайды, короче. Главный экранда менде осы сурет тұр, сіздерге главный экрандағы суретті көрсеткім келіп тұр, поэтому галереядан ашып көрсетіп жатырмын. Осы менде осындай обои. Как раз бұл обои менің былай айтқанда армандар картам деуге болады. Мынау, короче, вот маған жазып жатыр. Давайте сіздермен бірге жауап берейік. Окей. Галереямда менде не жоқ дейікші, не бар емес, не жоқ деген сұрақ дұрыс болар. Мен мысалға бүгін видео салуым керек, соның обложкасын жасап қойдым, обложкасын. Сосын мұнда мен бір сториске бір креативтер жасап қойдым. Сосын кеше біз кафеге бардық, сол жерден бір фотолар деген сияқты ғой. Немесе мен күнде видеолар түсіремін, күнде әртүрлі бір видео түсіремін, рилс түсіремін, тикток түсіремін, поэтому менде видеолар өте көп. Мысалы, мына бурабайдан әртүрлі видеолар, влог түсірдім, бүгін саламын, уже каналда, бірақ мынаны салам дегенше. Галереямда еще мен мындай күшті видеолар түсіріп қойғамда. Короче, оларды сіздер инстаграмда, тиктогымда көре аласыздар. В принципе, заметки бар, заметкида бір заметки жазып қойғам, осындай бір постқа текст жазып қойғам. Еще мен мұнда әртүрлі қараған киноларымның списогын жасап қойғам. Мысалға, ұнаған киноларға мен 3 жұлдыз қойып, тіпті жүрек қойып қойғам, прямо любимый деген киноларға. Келесі ең маңызды бетте как раз өзімнің жүктеген приложенияларым сақталған әртүрлі папкаларда. Итак, фото деген папканы ашайық. Бұл жерде ең бірінші CapCut или CapCut, мен өзім CapCut деп айтамын, негізі CapCut қой. Бұл приложениені танымайтын, білмейтін адам жоқ шығар. То есть бұл жерде просто любой нәрсені істеуге болады. Әртүрлі эффекттер бар, функциялар көп қой, короче. Мысалға, текст, любой бір текст, эффект, анимация барлығын жасауға болады. Немесе қандай да бір фильтр, эффект, наложение, мынау, бір емес екі адам олдырып, переходтармен, короче, бұны кәдімгідей зерттеу керек қой. Итак, Pinterest. Енді Pinterest деген тоже менің сүйікті приложением деуге болады, потому что дәл осы жерден мен әртүрлі шабыт іздеймін, идеялар іздеймін. Творческий адам болғандықтан маған идеялар, шабыт үнемі қажет, поэтому как раз Pinterest маған көмектеседі. Мысалға, бір аутфиттер іздеген кезде осы жерден қараймын, бір аутфиттер іздеймін, киім, идеялар, тіпті визуалға да идеялар бар, СММге де әртүрлі бір заметкилар бар, фотоларға идеялар бар. Короче, эстетичный бүкіл фотоларды дәл осы жерден табуға болады. Поэтому кеңес берем, мәні күшті кене. Хочу себе машину. Короче, все. Келесі бізде Google Фото. Google Фото негізде прям мені өте қатты спасать етеді. Потому что мен қанша памятпен телефон ұстасам да, всегда память жетпейді, потому что видеолар, фотолар өте-өте көп түсіремін. Сол себептен, естественно, менде память жетпейді. Тіпті мұнда 200 гигабайт, тоже уже 189 толып қапты. Мен оны бүйтіп тазартып отырам. Иногда бос уақытым болған кезде. А так, бүкіл фотоларды, видеолардың барлығы мен осы Google Фотоға жүктеймін. Қараңыздар, бұл жерде 2018-ден бергі фотолар сақталған. Сосын Google Фотодан кейін бізде Pixart'та мен коллаж жасаймын. Осындай мысалға мына коллажды, мысалға мына обоиды мен как раз осы Pixart'та жасағам, өстіп уже сақтап қойғам. И Prequel. Бұл жерде енді видеолар монтаждауға болады. Монтаждағанда тек қана бір күшті фильтрлер қою үшін ғана жүктеп алдым бұл приложениені. InShot, как раз осы жерде мен влог монтаждағам. Бүгін саламын бітіріп. Вот, скачать етіп, енді бұны салу керек. Влог монтаждадым, немесе тағы да өте көп видеолар монтаждағам. Әсіресе видеоларымда мен бүкіл осы YouTube'дағы видеоларда осы InShot'та монтаждаймын. Өте ыңғайлы өткені. Одан бөлек басқа да видеолар, проекттер деуге болады. Как раз осы 71 проект дейді. Негізі бұдан көп, конечно, бірақ та осы айда 71 проект монтаждағам деген сияқты, вы понимаете. Көникам, білмеймін неге бұл приложение менде тұрғанын, қолданбағалы біраз болды. Давайте. Вроде бұл жерде күшті фильтрлер бар, көрейік. Мысалға наған фильтр қойып көрейік. Қандай бар екен? Негізінде прям күшті емес.
короче, онша приложение емес. Келесі приложение лето шрифты, как раз осы жерде өте үлкен набор, өте үлкен выбор бар шрифттердің. Әртүрлі көптеген танымал шрифттер осы жерде. Осыны мысалға бір текст жазып, бірдеңе деп, и оны скачать етеміз, скопировать етіп сториске қоямыз ғой. Короче, ол шрифттерден бөлек бұл жерде стикерлер бар. Бұл тоже өте үлкен плюс. Airbrush. Бұл жерде мен мысалға бір нәрсені жылжытуға, арық қылдырып көрсетуге десең қолданамын деп өтірік айтамын, ондай емес. Snapchat'тың неге тұрғанын білмеймін, потому что бұл деген баяғы заманның приложениясы ғой. Давайте қолданып көрейік. О, күшті екен ау. Бұрынғы фотоларымызды көрейік. Құрсын бұрынғы видеолар, фотолар. Ужас. Так, текст деген приложение бар еще. Текст деген бұл енді бұны қолданбағалы біраз болды, бірақ та негізінде прям күшті шрифттер бар, идеялар өте көп. Обложкаларға тексті мен осы текст деген приложениеден қоям. Мысалға мен мұнда влог деп жазайыншы. Влог деп. Мысалға влог дейміз да, и шрифт іздейміз. Көп шрифттер бар, короче. Бүйтіп қойып қоясың да, короче. И доскам, как раз осы жерде күшті мысалға приложение, күшті фильтрлер. Білесіздер ғой негізі. Мысалға бір фотоға фильтр қойып көрейін. Мысалға мынаған қойып көрейін. Маған бір адам жазып отыр. Мысалға мынандай прям өте күшті. Көп қой. Бұл осы фильтрді көп сұрайды. Қандай фильтр деп? Бұл бізде мына CPM35 деп аталады екен. Итак, келесі ол бізде салауат деген папка, то есть продуктивность, андай болады ғой, то есть здоровый образ жизни деген сияқты, салауатты өмір салты деген сияқты. Салауат деп мен папка ашып қойған болатынмын. Бұл жерде pacer, то есть бұл жерде қадамдарыңды өлшейді, анау бүгін мен вообще жерге шыққан жоқпын. Мысалға кеше 6000 қадам жүріппін деген сияқты ғой. Одан бөлек вода ап, то есть ішкен суларыңды барлығын белгілеп отырасың, бірақ та мен бұны вообще қолданбаймын. И fat secret, короче, солай. Бұл жерде тамағының калориясын жазасың, хабит деген бұл жерде күнделікті бір әдеттерді қалыптастыру керек болса, соны как раз белгілеп жазып қоясың да, күнделікті белгілейсің мысалға, я. Немесе calendars. Прям өте ыңғайлы приложение calendars деген. То есть осы жерде мен өзімнің айымды мысалға, я, күнімді де аптамды жоспарлаймын, осылай бір наглядно, өйстіп бір күнді емес, бір айды алдын ала өйстіп жоспарлап қойсаң, то есть примерно хотя бы, я, білетін боласында өте ыңғайлы. Поэтому еще и телефонда күшті функция, күшті приложение. Одан бөлек книги. Бұл жерде электронный бір кітаптар қойып қойғам, бірақ та қазір электронный кітаптар оқып жүрген жоқпын, бірақ бірін оқығам, мысалға «Богатый папаны» оқыдым, «Тонкое искусство пофигизма» оқыдым, «Хочу и буду» оқыдым, «Интуитивное питание» оқыдым, басқалары просто так тұр деген сияқты. Abumani как раз өте тоже күшті приложение. Бұл жерде в принципе өте күшті Саша Белер деген, тілім бұралып жатыр, Саша Белякова деген бір күшті эксперт-блогер бар. Вот как раз соның сабақтары да бар, мысалға ақшаға байланысты, мышленияға байланысты күшті медитациялар бар, курстары бар деген сияқты. Поэтому өте күшті приложение. Итак, сосын SMM деген папка. Бұл жерде Canva, Magic Eraser. Canva как раз бұл деген SMM маманның, любой SMM маманның главный ең күшті приложение. Сымында мен жаңағы бүгінгі обложканы жасап қойғам. Шрифттер да бар, шрифттер өте көп. Күшті шаблондар бар, понимаете? И бұның барлығы көбісі тегін. То есть 80% тегін. Күшті шаблондардың көбісі тегін негізінде. Любой нәрсе жасауға болады. Стористі, даже видео монтаждауға болады. Плакат дейді, логотип дейді, документ жасауға болады. Мысалға резюме жасауға болады. Любой нәрсе, понимаете? Одан бөлек Magic Eraser. Бұл жерде мен мысалға осылай любой бір фотоның мысалға фонын алып тастаймын да. Короче, мында реклама болып жатыр. Gradit деген приложение. Бұл жерде, короче, бір үлкен бір фотоны мысалға бір лентаға, общий планмен лентада бүйтіп бөлініп тұрған қаласаң, солай бөліп береді. Короче, Storylux, бұл жерде жаңағы сториске шаблондар. Бұны мен часто қолданбаймын, бұрын қолданатынмын. Сосын Mojo, тоже шаблондар ғой, Canva сияқты, бірақ Canva самый лучший, если что. Нейче, бұл жерде эстетичный шаблондар көбінесе, мынау неғып істемей жатыр, қосылмай жатыр. Короче, сол.
Photoshop Fix бұл жерде мысалға бір сурет салу керек болған кезде осы приложениені қолдануға болады мысалға. Короче, сол. Эпокам бұл бізде веб-камера, то есть мысалға компьютерға телефон арқылы веб-камера қосуға болады, дәл осы эпокам арқылы. Итак, желілер деген папка, бұл жерде естественно әлеуметтік желілер, ол біріншісі TikTok. Давайте сіздерге TikTok'ымды көрсетейін. Короче, маған қазір TikTok'та прям күшті активный болып жүрмін. Бұрын мен ойлайтынмын, мен тиктокер бола алмаймын, TikTok, Instagramға видеолар түсіре алмаймын деп, бірақ та қазір видеоларым өтіп жатыр, поэтому оказывается можно деп ойлап жатырмын да. Вот, поэтому мен TikTok парақшама да өтсеңіздер болады. Бір жағынан қызық, бір жағынан короткометражный десең, не деп кеттім. Итак, Instagram, бұл жерде мен, если что, директке жазсаңыздар, мен көбісіне жауап беремін. Мысалға мен көп адамдарға жауап бергенмін. Мысалға мынаның барлығы мен жауап берген адамдар. Загрузка болып жатыр. Көп, короче, астына кетересің, короче, по-другому. Короче, осындай блогерлерді қараймын. Короче, сосын мен стористерімде менде 4300 захват. Кеше алдыңғы күні 5000 болған, поэтому прям активная болып жүрмін, белсенділік күшті. Итак, сосын мен мұнда, если что, мен подпискейім всего лишь бір 52 адам. То есть оның 20-30-ы менің жаңағы достарым болса, қалған бір 10-ы ол бір блогерлер, поэтому көп адам қарамаймын, потому что оның барлығы шумда, біздің миымызға әртүрлі мусорларға көп адамдарды қарай берсең, поэтому лучше сіздерге кеңес беремін подпискиді тазалауға. Мне за последние 30 дней вы 250 000 адамды хватит еткем ғой, короче. Вот, поэтому рилстар тоже салып отырамын, сторис салып отырамын, поэтому welcome десең. Итак, келесі ВК. Негізінде ВК-ны мен қолданбаймын. Бұл жерде мен тек қана музыка тыңдауым мүмкін, бірақ та даже қазір музыкада тыңдап жүрген жоқпын. WhatsApp, бұл жерде не бар? Бұл жерде WhatsApp дегенде, бұл жерде менде бәрі бар, не жоқ. Telegram енді мысалға мен жұмыс бойынша көбінесе чаттар дәл осы Telegramда, мысалға бір фотоларда жіберу керек кезде, біреуге немесе маған жіберетін кезде. Курс бойынша тоже барлығына осы Telegramда қолданам. И, конечно же, творческая студия. Бұл жерде, естественно, менің жаңағы YouTube бойынша статистика көрсетіледі. Мысалға менде как раз просмотр, охват деген сияқты STR, CTR, контент, аналитика барлығын қарап отырам. То есть қандай видеолар өтеді, өтпейді деген сияқты. Мысалға просмотр, қанша аудитория, қандай адамдар, мысалға жасы нешеде, немесе доход, барлығын, комментарий барлығын осы жерде қарап отырам. Тоже өте удобно. Итак, YouTube деген приложение. Бұл приложение менде өте қызық. Если что, сіздер қазір бұл видеоны YouTube'да көріп жатсыздар. Күшті шутник дня. Давайте мен сіздерге YouTube'ымды былай көрсетейін. Мысалға подпискимді көрсетейін бұл жерде. Мысалға Саша Белэр деген өте күшті блогер. Прям советую. Оның советтері енді айта алмаймын. Прям өте күшті. Сосын Кингсара, мысалға Митрошина, Марат Уралғазин, мысалға Маулида, Кристина Локтионова, Катя Адушкина, Алина Ли, тағы не бар, Гүлжанат. Короче, американдық бір блогерлерді қараймын сосын. Вот, поэтому кеңес берем. Осы қызды тоже қараймын. И менің, давайте смотрите позже деген папканы ашайық. Бұл жерде мен рецепттер сақтаймын, немесе бір влог, короче, подкаст, сондай бір разговорный видеолар сақтап қоямын, чтобы бірдеңе істеп жатқанда қарау үшін. Вот, өте көп. Смотрите позже деген, никогда смотреть етпейміз ғой. Кейін қарау деген, короче, сол. Кейінді білім деген папканы ашайық. Бұл жерде Outlook, бұл жерге как раз жаңағы сабақ бойынша, мысалға универден, қазгеудан әртүрлі бір уведомлениялар келіп отырады. Батонус, Canvas, бұл, короче, бүкіл студенттерге таныс приложениялар. Как раз осы жерде жаңағы бағалайды, и жұмыстарын, барлық кесте, расписание, барлығы осы екі приложение бойынша жүреді. Керек деген приложениялар, керек деген папкада бүкіл керек приложениялар. Бұның ішінде ақшаға да байланысты, местоположениеға да байланысты, короче, керек приложенияларға, короче. Тугис, Spotify, как раз осы жерде мен музыка тыңдайып көбінесе, немесе YouTube'да, немесе осы Spotify'да тыңдаймын. Бұл халық, как раз халыққа менің стипендиям түсіп отырады. Бірақ та қазір уже түспейді, потому что мен құлақ қалдым стипендиядан. Magnum Club, то есть Magnum Go. Бұл жерде жаңағы продуктыды үйге заказ берген кезде осы Magnum'нан заказ беремін. Потому что мен продукты алуға вообще уақытым жоқ, поэтому осылай заказ берген өте удобно. И пост кезет жаңағы, мысалға доставка, мысалға бір посылкаларды қарап отыру үшін
осы приложениені қолданамын, мысалы Алиэкспресстен или бір онлайн заказдардан. Қазірше ешқандай заказ жоқ почему-то, бірақ мен заказ ергенмін Алиэкспресстен, почему-то әлі келмей жатыр. В принципе, достар, біз бітірдік. 20 минуттық запись сақтап жатырмын. Егер осындай видеолар ұнаса, онда міндетті түрде лайк басыңыздар, жарнама тіркеліңіздер, және де келесі видеоларда кездескенше пока-пока.